Сәлем достар, сендермен бірге мен Ернар. Бүгін бізде осы посылкаларды ашатын боламыз. Посылкалар дегенде бір-ақ түйірі посылка. Нарада демеу Ернар деп жазылып тұр. Енді бұл маған арналған. Маған енді бір түрлі осындай бір жасыл посылка келді. Ішінде не бар екенін білмеймін. Дәл мана видеомды монтаждап салғаннан кейін барып келіп тұрған екен осы посылка. Енді осыны бөлек видео қылып шығаратын деп ойлап тұрмын енді. Так, достар, сіздерге алғысым шексіз, өйткені сіздер посылка ашу жетіліге 92 лайк жинап тастадыңыздар. Енді соны 100 лайкқа апарып тастайық. 8 лайк қалды. Ал енді осы видеоға бір 20-дан көп лайк жинап тастайық. Ол да маған жетеді, қанағаттанамын. Так, енді осы посылканы ашатын боламыз. Енді қытайлықтар не салып жүргенін көрейік енді. Келдік. Енді ашайық мына шетінен бастап. Мына пышақ әлі өте керемет кеседі екен. Ал бұның ішінде бізде не бар деп ойлайсыздар? Комментарий жазып кетіңіздер. Так, бұның ішінде бізде тышқан бар. Қараңдар, достар, мен осы видеома лайк басып бассаңыздар, үйлеріңізде осындай тышқандар көбейіп кетеді. Сондықтан лайк басыңыздар. Сосын тағы да осындай түрі бар екен. Ну, екеу. Мына жасыл түрі. Үшеу. Так, мынандай тағы да ақ түрі. Төртеу. Сосын мынандай бесеу. Қазір алып қойын. Так. Мінеке алтыншысы. Міне мынау ұқсайды енді тышқанға. Қалғандарын білмеймін енді. Алтыншысы нешеу болады екен. Ал мынау бізде ішіне бір нәрсе сынып қалған ба, бір нәрсе енді. Мынау жетіншісі ме, сегізіншісі ме? Үшеу, алтау, мынау жетіншісі. 9-шісі. Ну, 10-шісі, 11-шісі. Так, 11 ола ма? Қазір санайық. Мінеке үшеу. Мінеке алтау. Сосын мынаяқтан алтау ола ма? Жоқ, 10 екен достар. Мен қателесіп кетіппін. Так, тышқандар, сосын ішінде басқа дым жоқ енді. Так, алып кетейік тышқандарды. Сосын достар, мен ВК группама тіркеліп кетіңдер. Сосын мен жаңадан канал ашайын ба, комментарий жазып кетіңіздер. Осын достар, 1300 подписчик болдық. Соған өте көп рахмет, сіздерге алғысым шексіз. Енді 1500 подписчикке мен дейтін ойлап тұрмын, конкурс немесе стрим жасайын ба деп. Бірақ әлі микрофоным келген жоқ стрим жасайтындай. Сол үшін микрофон келсе, барлығы настройка жақсы болса, мен деген стрим жасаймын 1500 подписчикке матадан, немесе конкурс жасаймын. Оны сіздер комментарияға жазып кете аласыздар. Конкурс немесе конкурс немесе стрим деп. Конкурста мысалға мен 2 жүлде қыламын. Мысалға біреуі деген 2 жүлде дегенде 2 конкурс болады. Біреуі матадан, біреуі кәдімгі шын өмірден. Мен өзім солай ойлап тұрмын енді. Короче, сол. Сосын достар, манағы видеода, алдыңғы видеода көргендеріңізде Темірлан болады, комментарий жазып достар. Қазір араға тағы да қоямын. Міне осы жерде тұрады, міне осы жерлерде тұрады. Үшін Темірлан болады, маған комментарий жазып достар. Керемет деп комментарий жазып кеткен екен. Темірлан, көріп отырсаң, саған өте көп рахмет енді. Атақты болсаң да, мендей атақты емес балдарға комментарий жазып енді. Ну, короче, бүгінгі видео осымен аяқталсын. Сендермен болған мен Ернар. Так, ана посылка ашу 8-ге өтініш достар, 20-дан көп лайк жинап тастаңыздар. Бұған да 20-дан көп лайк жинап тастаңыздар. Сендермен болған мен Ернар. Және де сау. Тоқтай. Маған дейтін бір комментарий жазып кетті. Базардан машина қалай алады деп матадан. Оны сіздер Арман Шоудың арнасын көре аласыздар. Арман Шоудың каналын білетін шығарсыздар. Арман Шоу деп жазсаңыздар бірінші шығады. 270 сондай подписчик бар, қателеспесем. Сондықтан содан қара подписчик. Атыңды ұмытып қалдым, кешір. Так, жалпы бұл деген айтпақшы достар. Бұл тышқан негізі мынандай салфанға соған салып жүрген ғой, короче. Мінеке, осындай нәйін салфанға салып жүрген, мен осындай салып жүрген, бірақ мен жыртсамын ғой. Ну, короче, давайте сендермен болған мен Ернар.